Менің қолымдағы құлпынай. Бұл көзқарас па, ақиқат па? Ақиқат. Мендегі құлпынай сенің қаріпсіңнен дәмді. Бұл ше, көзқарас па әлде ақиқат па? Көзқарас. Сол себепті мендегі құлпынай сенің қаріпсіңнен дәмді дегенім, бұл адамның жеке Көзқарасы. ешқандай да Ақиқат емес. Ал егерде мектепте біреу сенің киімің онша емес, аяқ киімің ұсқынсыз екен дейтін болса, бұл олардың Жеке көзқарастары. олардың жеке көзқарастарына бола бізге күні бойы көңілсіз болып жүрудің қажеті жоқ, солай ма? Солай. Тағы біреу саған сөмкең онша емес екен десе, не істейсің? Ол сенің жеке көзқарасың. Өзіме ойнаса болды. Дұрыс. Бірдей затты біреу ұнатады, енді біреу ұнатпайды. Біз басқаның не ұнататынын және оның көзқарасын басқара алмаймыз. Келесте саған бір сыныптасың, сен маған ұнамайсың, енді сен мен ойнамаймын десе қайтесің? Ойнамасаң ойнама, мен түк те жаман емеспін. Бір-бірімізді ұнататын дос тауып алып ойнайық. Дұрыс. Сенімен біреу ойнамаса, ол сенің жаман бала екеніңді білдірмейді. Солай ғой? Солай.